Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай керемет капуста салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай бір капуста қажет болады. Капустамызды шет-шетін кесіп, 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп турасаңыздар болады. Мен барлық капустаны қолданған жоқпын. Жартысын ғана қолдандым. Сіздер өз қалауларыңызша қолдансаңыздар болады. Міне бізде осылай 4 бұрышты етіп туралады. Оны бір ыдысымызға саламыз. Ендігі кезекте бір ас қасық толтырмай тұз салып араластырып қоямыз. Бізге бір сәбіз қажет болады. Енді ол сәбізімізді осылай теркадан өткізіп аламыз. Енді теркадан өткізген сәбізімізді капустамыздың үстіне саламыз. Одан соң бізге 2 дана чеснок қажет болады. Оны да теркадан немесе осылай пышақпен майдалап турап, сәбізіміздің үстіне қосамыз. Салатқа арналған бұрыш, паприка, қара бұрышты салып, жақсылап қолымызбен араластырамыз. Енді бір шай ас қасық уксус қосып, алдын ала қыздырып қойған майымызды 4-5 ас қасықтан қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң бетін жауып, бір күнге немесе 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар.